дінде ұлт жоқ дегенді шығарды. Жаңа деструктивті не ағымдарды өз басымыз естідік та. Дінде ұлт жоқ дейді. Мен кәдімгідей бір жиында естідім бір азаматтан. Сосын әлгі жігітке айттым, сен неге Алланың даналығын жоққа шығарасың? Алла тағаланың өзі емес пе ұлтқа бөлген? Бір-біріңді тануларың үшін, білу үшін. Солай ма? Құранда бар емес пе? Әлбетте, Алланың өзі бөліп тұр, яғни бұл Алланың даналығы деген сөз да ол. Демек сен Алланың даналығын жоққа шығарып тұрсың. Біздер сол ұлт арқылы, біздің мәдениетіміз, тіліміз арқылы, әдет ғұрыптарымыз бен дәстүріміз арқылы біз бір-бірімізді танимыз. Жер бетінде бәрі қазақ болса, біз бір-бірімізді танымас едік. Солай ма? Солай. Тануға да талпыныс білдірмес едік та. Ал енді әртүрлі ұлт болғаннан кейін біз бір-бірімізді танимыз да. Солар жайында ізденіс жасаймыз да. Міне қарасаң, ұлттың өзін жоққа шығарады.